Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 90-дық жиынтық бағалау дүниетану пәнінен 4-ші сынып 4-ші 90 бойынша жауаптарын айтатын боламыз сіздерге. Менімен бірге видеоның соңына шейін көріңіздер. Комментарий жазып, лайк басуды және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да сабақтардан БЖБ, ТЖБ және де математика сабағынан есептердің жауабы, басқа да сабақтардың түсіндірілуі менің каналымда бар. Ендеше балалар, тапсырмады орындауға кірісейік. 4-ші 90 бойынша 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларының жауаптарын сіздерге түсіндіретін боламын. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруларыңызға болады. Бұл тапсырманың ұзақтығы 40 минут. Ендеше бірінші тапсырмаға кірісейік. Бірінші тапсырма. Айдын Айымбетовтің өмірбаянын берілгенін үзіндіні оқы. Айдын Айымбетов қазақ ғарышкері, Қазақстан халқының батыры, Қазақстанның 3-ші ғарышкері. Айымбетовтің ғарышқа сапары 10 күнге созылды. Осы сапар барысында ол бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Физика саласы бойынша жер үсті жағдайында алуға келмейтін кристалдарды сынақтан өткізді. Ұлттық тағамдардан жасалған қоспалардың ғарышта адам ағзасына сіңірілуін сынау үшін дастархан 6 экспериментін жүргізді. Сонымен қатар Арал өңіріндегі шаңды дауылдарды, Каспий теңізінің мұнай өндірісі кезіндегі ластануын зерттеді. Қорыта айтқанда, Айымбетовтің ғарыштағы 10 күні ғылымға үлкен олжа болды. Б. Мәтінге сүйеніп, Айымбетовтің ғарышта жасалған зерттеулер туралы жаз. Жазасыздар. Бірінші, жер үсті жағдайындағы алуға келмейтін кристалл сынақтарын өткізді деп жазасыздар. Екінші, ұлттық тағамдардан жасалған қоспалардың ғарышта адам ағзасына сіңірілуін сынады. Үшінші, Арал өңіріндегі шаңды дауылдарды, Каспий теңізінің мұнай өндірісі кезіндегі ластануын зерттеді. Осы үшеуін жазатын боласыздар, зерттеулерін. Келесі екінші тапсырма. Суретте бейнеленген ғарыш айлағын қалай атайды? Байқоңыр ғарыш айлағы. Осы екінші тапсырманың екінші тапсырмасы. Қазақстанның әлемге танымал болуы бұл ғарыш айлағының қандай әсері бар? Байқоңыр әлемдегі тұңғыш әрі ең ірі ғарыш айлағы. Ол Қазақстанда орналасқан. Байқоңырдың ғарышта тұңғыш рет адам ұшқан, көптеген жер серіктер ұшырылуда. Соның арасында Қазақстанды әлем таниды. Қазіргі кезде Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы болып табылады. Үшінші тапсырма. Суреттердің көмегімен Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген жетістіктерін жаз. Бірінші, болашақ халықаралық стипендиясы. Екінші, ұлттық валютаның енгізілуі. Үшінші, кино өнерінің дамуы. Төртінші тапсырма. Суға шомылу кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Суреттердің көмегімен 4 ереже құрастыр. Бірінші, таныс емес жерлерден суға секірме. Су түбінде бөтен заттар болса, жараланып қалу қаупі бар. Екінші, су жағалауында арнайы айлақтарда ойнамау керек. Үшінші, тек қана рұқсат етілген жерлерде шомылу керек. Төртінші, белгіленген межеден әрі жүзуге болмайды. Тек сүңгуірмеде бар жерде шомылу керек. Келесі 5-ші тапсырма. Суретте әуе көліктерінің даму кезеңдері көрсетілген. Осы тізбекті жалғастырып, дамыған әуе көліктерінің келесі 3 түрін мысалға келтір. Бірінші, әуе шары. Екінші, дирижабл. Үшінші, ұшақ. Төртінші, тікұшақ. Бесінші, зымыран деп жазасыздар. Бос окошкілерге осы ұшақ, тікұшақ, зымыран деп жалғастыратын боласыздар. Келесі 6-шы тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бренд деген ұғымды қалай түсінесің? Бренд. Егер тауар сапасы жағынан танымал болса,
ол бренд болып саналады. Бренд танымал тауар белгісі. Келесі сұрақ. Ұлттық бренд болып саналатын қандай тамақ өнімдерін білесің? 2 мысал келтір. Бірінші, Рахат, Баян сұлу кондитерлік өнімдері. Нәтиже, Аспан өнім сүт тағамдары. Екінші, Тесна ұны, Сұлтан макароны, Саумал бие сүті. Осылай жазасыздар міне балалар. Сұрақтардың жауаптарын. Міне дескриптірде тағы көрсететін болам сіздерге. Осыдан тағы да қарап алсаңыздар болады жауаптарын. Міне балалар, дескрипторлерде барлығы берілген. Тағы да танысып алсаңыздар болады. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдыруларыңызға болады. Менің каналымда басқа да сабақтардан жауаптары бар. БЖБ, ТЖБ, математика сабақтарының жауаптары бар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.